Барлықтарыңызға сәлем. Кешкі асқа өте оңай, жасалуы тез куриный котлеті дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен тауықтың төс еттерін бірнеше бөліктерге бөліп, оны блендерға салып, біркелкі масса болғанша езетін боламыз. Кейін үстіне тұзын, бұрышын, дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған фаршымызды дөңгелек формаға келтіреміз. Ортасына мен ірімшік қостым. Ірімшікті салып, дөңгелек форма шығаратын боламыз. Дайын болған котлеталарымызды сұйық майға салып, 10-15-20 минут көлемінде баяу отта қызарғанша қуырамыз. Міне осындай түсте болуы керек. Кейін қалған сұйық майдың үстіне сливки қосамыз және де кішкене су құямыз. Жақсылап үстіне тұз, бұрышын сеуіп араластырамыз. Келесі кезекте үстіне котлеталарымызды салып 5-7 минутқа қалдырамыз. Кейін өзіңіздің қалауыңыз бойынша күрішпен немесе пюремен осы котлеталарды ұсына берсеңіз болады. Өте жеңіл, оңай тағамдардың бірі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.